Қазан тамақ пісіруге арналған шойыннан немесе басқа металдан құйылып жасалған ыдыс. Басқа ыдыстарға қарағанда қазанның қазақ өмірі мен мәдениетінде алатын орны мүлде жоғары. Өйткені ол күнделікті тіршілік құралы. Қазақ дастарханына түсетін тағамдардың барлығы да ең алдымен осы қазаннан өтеді. Халық жай ғана қазан демей қара қазан деп қастерлеп айтады. Бұл жерде қара сөзі қасиетті, киелі, берекелі деген ұғымды білдіреді. Бұл кезеңде құрбан шалуға арналған қола қазандар кең тараған. Кейінірек қазан шойыннан құйылатын болған. Қазанды көтеруге ыңғайлы болу үшін ернеу тұсына сырт жағынан 2 немесе 4 құлақ жасалады. Ертеректе қазақтар көші-қон кезінде қазанды қазанғапқа салып, арбаның артқы жағына немесе түйенің ашамайына іліп алып жүрген. Қазанның сыйымдылығы әртүрлі. 12 қарыстай қазаннан бастап 2 литр ғана су құятын кішкене қазан болады. Дәстүрлі қазақ қоғамына қазан қасиетті саналады. Қазаны оттан түспейтін әрбір шаңырақ мүшесі оны қуат көзіне балаған. Елді аштықтан аман алып қалған да қадірлі ыдыс құдіреті. Жаугершілік заманда қазан астына жасырынып қанша бала тірі қалды. Көне таным түсінікке сай қазан тоқшылық пен бейбітшіліктің, ырыс несібенің белгісі. Сондықтан қазанды себепсіз сындырмаған және төңкермеген. Оны сындыру отбасын ойрандау саналса, төңкеру аштық пен жоқшылық нышаны деп қабылданған. Бағзыдан айтылып келе жатқан қара қазан сары баланың қамы деген атау бар. Қазан шайқалса ырыс шамданады дегеннің астында үлкен ой жатыр. Аталы сөздің түп төркіні ырыстың қадірін біліп, астамшылық пен ысырапшылыққа жол бермеудің үлгісін көрсеткендігі ойландырады. Аталарымыз қазанды тіршілік қайнар көзі, үйдің берекесі деп санаған. Қандай қиын қыстау күнде де қара қазанның ескі жұртқа тастамаған. Оны алып жүру мүмкін болмағанның өзінде ырымын жасап көміп кетіп отырған. Ондағы мақсаты үйден қазан кетсе ырыс несібеміз құтымыз кетеді деп санаған. Бойжеткен тұрмысқа шыққанда ата-анасы барлық дүние мүлікті берсе де қара қазанды бермеген. Қазақ ешқашанда қазанды сыйға тартпаған. Көрші көлем той садақа жасағанда қазанды уақытша пайдалануға болады. Бірақ қазанды пайдаланып болған соң оның түбіне дәм салып жібереді. Қара қазан өте қасиетті дейтініміз, сәбеттіл көз тиіп ауырып қалғанда қазанның құлағынан күйе алып жағып ұшықтағанда жазылып кететіні және таңдай тісі шыққанда да оны саусақпен күйелеп басады. Суға батып кеткен адамды қара қазанмен табады. Ол үшін кеткен тұсына оны тастайды. Қазан су бетіне ұзақ қалқып жүріп адам жатқан жерге келгенде өз-өзінен батып кетеді. Сөйтіп айдын астындағы мәйіттің үстіне не қасына түседі. Бұл ырымды теңізшілер өз өмірлерінде әлі күнге дейін қолданатын көрінеді. Қазанның қақпағын жауып қояды. Ішін тазартып жуып болған соң, оның суын сарқу үшін төңкеруге болмайды. Соңғы кезде жиі байқаймыз. Көп үйлерде тіпті егде тартқан әйелі бар шаңырақта да осындай ету үрдісі киім етек алуда. Бұл білместіктен жасалуы мүмкін. Бірақ қазанды төңкеру жаман ырымға баланады. Тұтастай бір отбасы қайғы жамылғанда, жаугершілік уақытта шаңырақтың түтінін түтететін жан қалмағанның белгісі ретінде қазанды төңкеріп кететін болған. Осындай ырым тиымдармен қорғалып келген қасиетті қара қазанға жұртшылық көп мән бере бермейді. Осының өзі аталардан келе жатқан ұлық үрдісті ұмытудың қасіреті деп ойлаймын.